Сәлем достар, сіздермен бірге Марат Ақнұр. Менің бүгінгі блогым экологиялық мәселелерге арналған. Олай болса, кеттік. Маған түрткі болған өз ауылымыздың азаматы, мектебіміздің 2015 жылғы түлегі Жандос Хамидуллиннің Ая Алдиярмен тамшы акуын саяхатта атты туындысының тұсаукесері. Бір тамшы судың қадірі, оны үнемдеу жолдары мен маңыздылығы назарымызды ерекше аудартты. Осы тұсаукесерден кейін суды үнемдеуге өз үлесімді қалай қоссам екен деген ойлар мені мазалады. Ал шешу жолдарын төмендегі тәжірибеммен көрсетсем деймін. Қарапайым суды үнемдеу күнделікті гигиеналық рәсімдерден басталады. Мысалы, мен бұрын тіс тазалау кезінде кранды ашып қойып, суды қисапсыз жұмсайтын едім. Ал қазір өзіме қажетті су мөлшерін есеппен жұмсауға қатты мән беремін. Табиғатымнан сусақ адаммын. Қоғамдық жерлерде суды үнемі тұтынамын. Бұрын ыдысым толғанша суды көп мөлшерде алады екенмін. Тіпті осы әрекетім ысырапшылдық деп ойламаппын да. Ал қазір қажет мөлшерде ғана су алуға дағдыланып келемін. Келесі кезекте күнделікті тұрмыстың ажырағысыз бөлшегі ыдыс жуу. Раковинада ыдыс жуу өзіме ыңғайлы. Уақыт алмайды, суды төгемін деп азаптанбаймын. Дегенмен де, ағын суға жуғаннан гөрі суды ыдысқа жинап алып пайдалану суды үнемдеудің ең тиімді жолдарының бірі деп есептеймін. Таза ауамен тыныстау үшін көп жағдайда біз бөлме гүлдерін өсіреміз. Ал суару мәдениетін өкінішке орай біле бермейміз. Әр гүлдің суды тұтыну мөлшерін білу маңызды. Бастапқыда суны ескермей, су ысырапшылдығына жол беретінмін. Өсімдік құрылымына, бөлме температурасына сай суару ережелері меңгерудемін. Ауылдық жерлерде жеке секторға соғылған құдық суы пайдалану барысында бірінші бөлігі лас су бөлінеді. Санаулы уақыттан кейін ол тазарады. Сол кезде бақылаусыз қалдырмай, уақытылы бөшкеге жинап алудың өзі өте маңызды. Тәжірибенің келесі бөлігі – ванна суын үнемдеу. Оны қалай жүзеге асырамыз? Әдетте ваннаға су жинау уақытында судың қажетті мөлшерін ғана алғызу соншалықты маңызды екеніне көңіл бөлмеппін. Үдеріс барысында басқа нәрселермен айналысу, немесе уақытты тиімді жоспарламау артық су шығындарының негізгі факторлары саналады. Мөлшерден көп жинау, оны кері ағызудан гөрі қасында бақылап тұрып, қажетті су мөлшерін жинау әлде қайда тиімді. Құрметті оқырмандар, статистикалық мәліметтерге сүйенсек, ересек адам тәулігіне 500 литр су жұмсайды екен. Ал мен жасөспірім ретінде орташа есеппен 400 литр су жұмсаймын дедік. Тәжірибе нәтижесінде гигиеналық рәсімдерден 18 литр, су ішуден 1 литр, ыдыс жуудан 32 литр, гүл суарудан 1 литр, құдықтан 40, ванна қабылдаудан 30 литр. Қосқанда 122 литр су үнемдеп, шығынымды 30,5%-ға төмендеткен екенмін. Жылдық мөлшермен есептегенде 44 текше метр су үнемдейді екенмін. Менің қолжетімді тәжірибем ұнаса, қатарыма қосыл.